Ассалаумағалейкум канал көрермендері. Бүгін біз Бордақыға кеше осындай екі тоқты тағы да қостым. Бордақлау үшін. Енді бұл бордақ малдың семіру үшін мына жүндерін тастау керек. Бұл жүнді не үшін қырқамыз? Себебі мына қырқылған жерін қарасаңыздар, мына уже терлеп тұр. Мынадан бұл ыстықтаған малды жөнді аппетит те болмайды. Мал неғұрлым салқын тұрады. Оны жуындырып тұру керек бордақтағы малды. Одан кейін осылай жүнін алып тастау керек. Мына алынған жері. Мына жүнді көрдіңіздер ме? Өте қалың. Бұл жүннен ауа өтпейді, терлейді. Сонымен бордақыдағы мал семірмейді. Оның үстіне бұдан өкпе де болады. Қойлар жәндегі ыстық болғандықтан өкпесін ыстық алып қалады. Сол себепті біреулер машинкамен алып жатады, машинкалер барлар. Ал енді бізде осында баяғы 40-ті қайшы. Осы 40-ті қайшымен аламыз. Көпшілік енді әрбір қазақ, мал ұстаған қазақпыз ғой, білуіміз керек. Бұл қойды қалай қырқу керектігін көпшілік біле бермейді. Біреулерге ақыға 400-500 теңгеге қырықтырады. Оның жол күресін төлейді. Сонымен оның беретін бір апталық жәндегі нелері жем шөбінің ақшасы шығып кетеді. Сол үшін өздеріңіз қырқып үйреніңіздер. Бұнда қырқу әдісін мен сіздерге көрсете кетейін. Мысалы үшін жүнді осылайынан бір шетінен қырқып ашып аласыздар. Сөйтіп ашқан сайын мына қолдарыңызбен бұлайынан тартып отырасыздар. Сол кезде мына көрдіңіздер ғой, мына жағында мысалы үшін мынау пух болып қалған түктері дейміз, бір жағы түбіт дейміз. Сондай жүндері болса, астында мына өздерінің жаңа жүндері бар. Сол жаңа жүндерге 40 қайшыны сала отырып, мына әрқайсысын осылай тартып отырып, осылайынан салып қырқамыз. Біреулер жүнді бұлай тартып тұрып салады, ол өте қате. Себебі ол тартқан кезде тері бірге тартылады. Мына көрсеңіздер, мына жердің бәрі тері. Мына қайшыны салғанда уже теріні кесіп кетесіздер. Бұны сауатты түрде теріні кеспей қырқу үшін бұның әдісі осы жүнді артқа қарай екінші қолмен қайтара отырып, 40-ті қайшыны салып, жәндегі несін алу, жүндерін алу. Мына көрсеңіздер, мына неген бұлардың түбіттеріне қайшы кірмейді. Сол себепті осылай түптерін ашсаңыздар, түбінде осындай жаңа өздерінің жүндері болады. Өз жер таза болады, және де 40-ті қайшы оңай кіретін болады. Мына осылайынан қырқып кете бересіздер. Одан кейін 40-ті қайшыны еш уақытта бұлайынан салмаңыздар. Тура бағытта салмаңыздар. 40-ті қайшыны осылай салғаннан кейін лаж болса бұлайынан көтересіздер. Мұны жоғары қаратып көтерсеңіздер, сонда теріні кесу қаупі аз болады. Ал егер бұлайынан қырқсаңыздар, ол кезде көпшілік қателесіп осылайынан қырқып жатады, сол уақытта теріні кесіп кетеді. Себебі бұл өте өткір болады 40-ті қайшы. Бұлайынан жоғарыға көтере отырып қырқсаңыздар, сонда ешқандай да қателеспейсіздер. Сонда еш жерін қырықпастан, еш жерін жараламастан қойдың. Сөйтіп қырқып шықсаңыздар болады. Одан кейін, егерде байқаусызда терілерін қырқып жіберіп жатқан жағдайда, ол кезде кәдімгі чем спрей бар, көк бояу. Осы чем спрейді себе сызсаңыздар болды. Одан уже құрттамайды мал. Одан кейін міндетті түрде айта кететін жайт, бұл қойды қырқып болғаннан кейін міндетті түрде жуындыру керек. Мейлінше егерде кералин болатын болса, баяғы сол кералинмен шомылдырсаңыздар өте жақсы болады. Бір 200 мг немесе 100 мг кералинге өздеріңіздің қалауларыңызша суды араластырып, сөйтіп жуындырсаңыздар болады. Сол уақытта бұның үстінде кене де болмайды, басқа да болмайды. Мал оңай семіретін болады. Осылай кесе берсеңіздер болады. Ешқандай да оның үйренетін сабағы жоқ. Осының өзі көпшілік біле бермейді екен. Бұл да осы каналдағы көрермендердің бір сұрақтарының бірі болып қалар деп, бір пайдасы тиер деп каналға салудамыз. Мына осылайынан бір тегіс болып әдемі болып шығып жатыр. Көрсеңіздер, мынау дато терлегені мен қолым май өкіп кетті, шымпылдап майы шығып кетті. Бірақ уже қазір рахаттанып жатыр. Тоқты қошқарымыз, Құдай қаласа, құрбан айтқа шейін
өзінің жақсы етін жинап соға дейін дайын болып қалады деген ниеттеміз. Сол алдыңғы базарда мал базардан алған болатынмын. Алдындағы өзімнің бордақы қошқарларыма қосып. Қазір енді осы біткеннен кейін жуындыратын боламыз. Одан кейін уже өзінің сол жемінен күнделікті қоя береміз. Ал енді кейіннен жуындырған видеоны көресіздер. Қазір саламыз осыдан кейін. Жобалап қазір бітіп қалдым. Міне тоқты қошқарымызды жуындырдық. Жылтырап әдем болып қалды. Енді ол бисмилла деп сол бордақымызды жалғастыра береміз енді. Баршаңызда осындай бордақыға кіргізер, бағарларыңыз көбейсін. Әрқайсыңыз өздеріңіз жейтін малды осылай өздеріңіз бордақылаңыздар.